Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын творог қосылған печенье пісіреміз. Ол үшін бізге осы заттар қажет болады. Ыдысқа майды, айранды, жұмыртқа және қопсытқыш салып, барлығы 1 келі масса болғанша араластырып аламыз. Енді ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырды миксермен илеу міндетті емес, қолдарыңызбен илесеңіз де болады. Қамыр дайын болды. Енді творожный начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін творог, жұмыртқа, крахмал, қант керек болады. Барлығын араластырып аламыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды алып жаямыз. Қамырды жайып болған соң, осылай кесіп шығамыз. Және творог салып, ортасынан бөгіп, жабыстырып шығамыз. Шеттерінен осылай вилкамен басып шықсаңыздар болады. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын. Енді осында ерімейтін сахарный пудра алып, барлық печеньемізді аунатып аламыз. Осымен біздің творожный конверттеріміз дайын. Бір шайда жоқ болатын, дәмі өте керемет болып шығады. Өте жұмсақ, песочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Менің видеоларымды қарап жүріңіздер. Алдағы уақытта бұдан да керемет күшті рецепттермен бөлісемін.